Абу Талха Ухуд жорығында сүйікті пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның разылығына жеткен екен. Сондай риза болған екен сүйікті пайғамбарымыз Абу Талхадан. Неге? Жанын пида қылып сүйікті пайғамбарымызды қорғаштаған екен. Садақшы болған. Яғни садақ ататын өнері болған. Сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бірінші жеңіп атқан кезде, сахабалар мынау бәрі жауды жеңіп атқан кезде, анау садақшылар төменге қарай атылып түседі. Сол кезде түсініспеушілік арт жақтан келіп жаулар не қылады? Сүйікті пайғамбарымызға дейін қолдары жетіп, тіпті берекелі мүбарак екі тісін ұрып сындырып, берекелі жүзінен қан аққызып қояды. Яғни қаттырақ ұрып. Сонда Абу Талха тағы сахабалар 12 сахаба не істейді? Сүйікті пайғамбарымызды қоршап алып, жайлап тау жаққа қарай алып барады. Сүйікті пайғамбарымыз сол аралықта Абу Талханың иығын ұстап, бұлай басменен ортада алаңды қарайын десе, әлгі Абу Талха жанын пида қылып, қорғап, сүйікті пайғамбарымызға бұлай деген екен: "Уа Алланың елшісі, қорқам, сіз бұлай қарайым дегенде бір оқ сізге атыла ма деп қорқам. Басым басыңызға, төсім төсіңізге құрбан. Артымда тұра қойыңызшы, өте сақ болыңызшы" деп жанын беріп, сондай құрбандық көрсеткен екен. Абу Талха, ойлап қараңыз, Мәдинада бай, атақты кісілердің бірі еді. Бірде сол бау бақшаларының бірінде, тіпті Мәдинада екінің бірі армандайтын бау бақшаларының бірінде намаз оқып жатса, бір бұлбұлдың әдемі дауыспен жаңағы оқып атқан намаздың ішінде көңілі бөлініп, сол дауысты, әдемі дауысты тыңдап тұрған екен. Осылайша қай ракатта екенін ұмытып қалған. Намазды бітіре салысынан сүйікті пайғамбарымызға келіп, мен бір үлкен бір қателік жасадым. Бір сондай бір жүрегім ауырып жатыр. Мен намаз оқып жатқанымда, Раббым менен байланыста тұрғанда, көңілім бөлініп қалып, анау құстың дауысына ойым кетіп, қай ракатта екенімді білмей қалдым. Уа Алланың елшісі, куә болыңызшы. Мен сол бағымды Алланың разылығы үшін садақа еттім деп, сөйтіп бүкіл бау бақшасын садақа қылған адам. Тағы бірде аят түскен кезде, сендер өздерің жақсы көретін нәрселерді Алла жолында бермейінше толық иман дәрежесіне жетпейсіңдер деген аят түскен кезде, тағы да Абу Талха асық болып, дүниесін садақа қылуменен айналысқан екен. Осы Абу Талха тіпті Осман радиаллаху анхуның кезеңіне дейін жорықтардан қалмаған екен. Исламға бар пайдасын тигізуге тырысқан екен. Қарттық шағында кемеде сол бір жорықтарға бара жатқанда Аллаға қайтқан екен, жан тапсырып. 7 күн бойы жағаға жете алмай, 7 күн бойы сол кемеде сахабалар ұстап тұрған екен. Жағаға жетсек жерлейміз деп. 7 күн бойы ананың денесі сасымаған, ұйықтап жатқан бір адам тәрізді. Ойлап қараңыз, соңында да Алла жолында бара жатқанда Аллаға қауышып, сондай берекелі ғұмыр кешу